Мынау жартылай жалаңаш еркектің не істейтінін мұқият қараңыз. Ол 4000 метр биіктіктен парашютсыз секіріп, бірнеше сальто жасап, аман-есен жерге қонды. Ал мына өте көңілді есі кеткен бір топ спортсмендердің қолдан жасалған ұшақтар жарысындағы видеосы TikTok'та жарып тұр. Үшінші біреу мотоциклмен Лас-Вегастағы Триумфальный арканың шатырына қонып жатыр. Осылай 30 жыл бойы бойында тормозной жөткесі жоқ жігіттер әлем бойынша ауырлық дәрежесі әртүрлі ойға сыймайтын нәрсе жасап келеді. Олардың таң қалдыруымен миллиондаған просмотрларында, лайктары мен репосттарында өлшем жоқ. Бірақ та осының бәрінің арқасында тұрған адамның байлығына қарап бір тұжырым жасауға болады. Тағы да міне осы адамның жігіттері вертолеттан великпен секіріп Дубай молдың шатырына қонып жатыр. Немесе парашютпен стратосферадан қадам басқан бейнесі. Оның аты Дитрих Матешиц, және ол әлемдегі ең мықты сатушы деуге болады. Өйткені оның меншіктерінің бағасы 25 миллиард долларға жетіп тұр. Ол футбол командаларының, Формула 1 жарысы командаларының, тағы әртүрлі экстремалды спорт командаларының егесі. Бірақ сататын заты iPhone секілді революция жасаған жоқ, немесе мұнай секілді аса қажетті зат емес те. Оның өнімінсіз спокойно өмір сүруге болады. Міне 30 жылдан асты Дитрих Матешиц адамзатқа екі нәрсе сатып келеді. Біріншісі алюминий банкадағы энергетикалық сусын, ал екіншісі Red Bull қанаттандырады деген жарнама слоганы. Ал енді бастайық. Осы ішіп жатқан энергетикалық сусынды да, сыртындағы қызыл бұқаларды да Дитрих Матешиц өзі ойлап тапқан жоқ. Мынау бутылканы қараңыз. Бұл жерде де қызыл бұқалар, ішінде энергетик. Тек аты басқа. Бұл Krating Daeng, Таиландтан шыққан энергетикалық сусын. Әлі күнге дейін сатылып жатыр. Осыны мына жігіт 1975 жылы ойлап тапқан. Ол таиландтық кәсіпкер миллиардер болған, және Таиландтың бай адамдардың тізімінің 3-ші орында болып қайтыс болған. Матешиц таиландтық кәсіпкердің идеясын ұрлап алып байып кетті деп ойлап тұрған шығарсыз. Жоқ, ұрлаған жоқ. Олар екеуі келісіп алды. 1985 жыл Матешиц 40-тан асқан кезі, және ол ешқандай Red Bull'ды білмейді. Тек тіс пастасы, тіс щеткасы және жуынуға арналған заттар мен кремдер сатады. Өйткені ол австриялық миллиардер емес, жай ғана халықаралық компанияның маркетинг бойынша директор болып қызмет атқарады. Содан жұмыс бабымен Таиландқа келіп, заправка мен магазиндерде бірнеше жыл бойы кофеин мен тауриннің қантты суда араластырған баночкасын такси жүргізушілер мен дальнобойщиктар тоқтаусыз алып жатқанын байқайды. Өйткені бұл сиқырлы сумен жергілікті рикша жүргізушілері сергек болып ұзақ жұмыс жасай алған. Аңыз бойынша ұзақ мерзімде ұшақпен ұшып келген Матешиц Таиландтың ғажап сусынын ішіп алғасын ұйқысы шайдай ашылып, серіліп қалғанын байқапты. Содан Таиландта шыққан энергетикті Японияда сатып жүрген компания мемлекет салығына қомақты қаржы төлеп жүргенін біліп, осы кезде Матешицтің басында идея пайда болады. Басқаша айтқанда, Азия жігіттері түсініксіз бірдеме сатып, миллиардтар жасап жатыр. Ал Австрияда, даже бүкіл Европада бұл жоқ. Демек, дереу әрекет жасау керек. Надо срочно звонить. Надо срочно ехать. Бірақ асықпаңыздар, Матешиц бірден жетістікке жеткен жоқ. Өзім ішкесін жүрек қағысым жиілеп, қан қысымым көтерілетін және ашушаң болып, зәр шығаруды жиілететін сусын батыстың халқы үшін де түсініксіз бірдеме болды. Онда өзің неге ішесің деген сұрақ туындаса, видео монтаж жасау үшін нақты уақытта көбірек жұмыс жасап, бітірмей ұйықтап қалмау үшін. Жарайды, жалғастырайық. Матешиц өмір бойы жиған шамамен $500 миллион ақшасын 3 жылда өндіріске жұмсады. Сонымен қатар жергілікті австриялық билікке өз сусынның зиянсыз екенін дәлелдеумен болды. Осыған байланысты продукт рецептін әрдайым жақсартып, құрамынан қантты азайтты және газдалған қылды. Айта кетсек, Таиландтың энергетигі газсыз, завод салу, рұқсат алу, мұның бәрі әлі істің басы еді. Бұдан да маңызды мәселе, ол әлі ешкім білмейтін газды судың сатылымын алға бастыру. Ал қараңыз, Матешиц Red Bull'ды шығарған кезде 1987 жылы әлем Coca-Cola, Pepsi сияқты компаниялардың газды суына плотно отырып қойған. Ол 100 жылдық тарихы бар, көп миллиардты компаниялардың рекламалық бюджеттері вообще космос. Банканың сыртында қызыл бұқалардың суреті болса да, олармен сөйлесу тым қызық емес. Енді Матешиц не істейді? Дұрыс, ол сатуды бастайды. Тек газдалған энергетикті емес, бойды қуаттау идеясын. Жарайды, Матешицтің маркетинг сиқырын сіз айтсақ, басқа продукттерден ерекшеленіп тұру үшін ол адамның ойына келмейтін қадам жасады. Red Bull'дың бағасын көтеріп, көлемін азайтты. Банканың дизайнын батареяға ұқсатып қойды. Плюс дүкен сөрелерінде Red Bull басқа газды сусындардан бөлек тұруына егелерімен нақты келісім жасады. Тоқта, дүкен иелері өнімін ешкім білмейтін Матешицтің айтқанына көне салады ма не десеңіз, маркетингтің жілігін шаққан Матешиц осы кезде Red Bull'дың атын жаңғыртуға кәсіби сиқырын іске қосты. Қараңыз, адамдар қымбат, дефицит және қатты сұранысты заттарды жақсы көреді. Мысалы, биткоин, iPhone, Camry. Ал егер өнімің қатты сұраныста болмаса, сұранысты қолдан жасау керек.
Осыдан әртүрлі мемлекеттерде Red Bull'дағы жігіттер бірнеше айлар бойы түнгі клубтардың алдына көп көлемде Red Bull'дың бос банкаларын ішілген сияқты қылып тастап тұрды. Сонымен қатар клубтың қонақтарына, диджейлерге пачка-пачка Red Bull'дар беріп жүрді. Red Bull ішіп түнімен энергично билеп жүргендердің ойында жайлап осы напитокты шынында әр келгенде ішуге тиіс деген иллюзия пайда болды. Тағы да айтсақ, жастарды жаңа шыққан энергетикке отырғызып қоюдың тағы басқа жолы ол университеттің алдында студенттерге тегін тарату. Рас қой, күні бойы әрекетте болу және түнімен ұйықтамауды басқа кімге ұсынуға болады? Тек студенттер. Ал таратумен кім айналысады десеңіз, дұрыс, студенттердің өздері. Рахат жұмыс емес пе? Red Bull'ды ящигімен алып вечеринка жасайсың, достарыңа тегін таратып беделіңді көтересің және студенттердің өміріне жақсылап Red Bull'ды енгізесің. Тағы да жақсы әсер қалдырудың жолы осындай Red Bull Girls'тар болды. Әдемі қыздар үстінде дәу Red Bull банкасы бар мини-купермен қала аралап, бәріне тегін ішіп қуаттанып алуды ұсынып жүрді. Егер Матешис осылай бәріне Red Bull'ды тегін таратып жүрсе, Forbes списогында емес, далада қалатын еді ғой десеңіз, Матешистің идеясы тек газдалған энергетиктер емес, осы энергетик артында өмір сүру стилін сату болды. Ол стиль бойынша сенің өнімің бәрі жақсы көретін нәрсемен байланысты болу керек. Әдемі қыздар болды, түнгі клубтар да болды, енді қалғаны спорт. Бұл әлемде ең қиын эстафеталық жарыс. Бірінші 12 километр тауға қарай шығасың. Жай тау емес, 670 метр биіктіктен бастап 2440 метр биіктікте бітіресің. Басқаша айтсақ, бұл 612 қабатқа жаяу шыққанмен бірдей. Осыған қоса тағы да парашютпен ұшқанша жүгіресің. Сосын велосипедші 27 километр тауға қарай өрлейді. Кейін тау өзенінде байдаркамен жарысады. В общем, осы жарысқа келіп, Red Bull'дың спортқа ерекше махаббаты басталды. Red Bull жарыстың жай демеушісі болып қоя салмай, эстафетаның атын өзгертіп, бұрын Доломитанман болған, енді толық аты Red Bull Доломитанман. Осылайша спорттық ойындар мен командаларды сатып алу басталды. Командалардың егесі болып қоя салмай, атына Red Bull сөзін қосып өзгертіп, брендін танымал қылуы қызыл бұқалардың басты ерекшелігі болып қалды. Сонымен 2004 жыл Ford'тан Формула 1 жарыс компаниясын сатып алып, келесі сезонға Red Bull Racing деген атпен шықты. Араға бір жыл салып 2005 жылы италиялық Minardi командасын сатып алып, Toro Rosso деп атын өзгерткен. Бұл итальянша сол Red Bull сөзі. Әрі қарай басқа спорт түріне көшу басталды. Хоккей, футбол. Міне қараңыз, қазір Чемпиондар лигасында әйгілі Бавария командасымен Red Bull Salzburg ойнап жатыр. Германия чемпионатында осы Баварияны Red Bull Leipzig күтіп отыр. Сол Бавария Америкаға барып қалса, Red Bull Нью-Йоркпен ойнауы мүмкін. Ал Бразилияда Red Bull Бразил. 1984 жыл Nike жаңа баскетбол жұлдызы болғалы тұрған Майкл Джорданмен демеушілік контракт жасады. Джордан маркалы кроссовкаларын сатып, әлемді өзіне қаратты. Сол кездегі әлемге әйгілі Converse кроссовкаларын Nike'тың басы бозғанын байқаған Red Bull'дың спортты жаулаудағы келесі әрекеті бұл Джордан сияқты өз жұлдызын табу болды. Red Bull'дың бірінші жұлдызы, қазіргі сөзбен бренд амбассадоры, ол австриялық Феликс Баумгартнер. Ол Red Bull'мен 1988 жылы контрактқа отырған болатын. Осы ғой бағана айтқан, тікелей эфирде 40 000 метр биіктіктен секіріп, әлем рекордын жасаған жігіт. Ол 1999 жылы Риода Иисус ескерткішінің қолынан секірді. Бұл да рекорд. Тек бұл ең кішкентай 29 метр биіктіктен секіргені. Тағы да айтсақ, бірінші болып арқасына таққан қанатпен Ла-Манштың үстінен ұшып өтті. Тайвандағы ең биік ғимараттың үстінен секірді. В общем, Баумгартнердің әр экстремалды әрекетіне Red Bull демеуші болып, парашют немесе шлемдегі осы сиқырлы сөз әлемнің барлық жаңалықтарынан теп-тегін көрініп тұрды. Осыдан кейін Матешистің жігіттері жалғыз адаммен емес, әлемнің әр түкпірінен мыңдаған есі кеткен экстремалды спортшыларды тауып демеуші болды. Сіздер олардың атын да білмейсіздер, бірақ олар Red Bull'дың атағы үшін 30 жыл бойы ессіз трюктар жасап келеді. Брендтің аты шығу үшін Матешис көптеген ерекше есте қалатын шоулардың демеушісі болды және талантты балалар мектебін ашып, ішіндегі ең мықтылармен контракт жасады. Энергиясы тасыған жастар Red Bull'дың атына жұмыс жасауды жалғастырып келеді. Ал сіздер мынаны қара деп видеосын бір-біріңізге таратумен боласыздар. Мұның бәрі Red Bull'дың жарнамасына керемет әсер етеді. Бүгін Red Bull ойын-сауық пен әртүрлі спорт айналасында әлемнің назарын өзіне қаратып отыр. Дегенмен энергетиктің зиянын айтып жүргендер де көп. Осыны Англия ғалымдары зерттеп дәлелдеп жатырғанын естігенде боларсыз. Бірақ сонда да бізге бәрібір емес пе? Бізге жақсы көңіл көтеретін әртүрлі шоулар болса болды ғой. Қазір Red Bull'дың сайтына кіріп қарасаңыз, денсаулық пен спорт саласында пайдалы ақпараттарға толы. Мысалы, 5 километр жүгіруді қалай жеңілдету, немесе киберспортта қалай жетістікке жету жолдары. Red Bull киберспорттың да үлкен демеушісі. Осы керемет маркетинг жолдарының артында Дитрих Матешистің да кереметтігін байқауға болады. Әлемде әр секунд сайын 310 банка Red Bull сатылып жатыр. Осы видеоны қарап болғанша, Дитрих Матешиц шамамен $1 000 000 табыс тапты.